Взвод тұр. Түзеген. Тік тұр. Майор Мұрза, 5-ші взвод, алғашқы әскери және дайындық сабағына келіп тұр. Тізім бойынша 20 оқушы. Сапта тұрған 16 оқушы. Баяндап тұрған взвод командирі Тілеухан. Саламатсыздар ма, мырзалар? Саламатсыздар, майор Мұрза. Қазақстан Республикасының мемлекеттік әнұранын орында. Алтын аспаны, алтын даласы, ерліктің дастаны, еліме қарашы, ежелден ертеген даңқымыз шын қазағым мықты ғой. Менің елім, гүлім болып, егілімім, менің Қазақстаным. Ұрпаққа жол ашқан кең байтақ жерім бар. Алтын күн аспаны, алтын даласы, ерліктің дастаны, еліме қарашы, ежелден ертеген даңқымыз шықты ғой. Намысын бермеген қазағым мықты ғой. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз саптық дайындық, орында бұрулар, саптық және жорықтық адым. Бүгінгі сабақтың мақсаты орында бұрылып үйренесіңдер. Бір қатарлы саптан екі қатарлы сапқа тұруды үйренесіңдер. Және саптық адым. Жаңа тақырыпқа өтпес бұрын үй жұмысын тексереміз. Үй жұмысын айтады бізде. Қатар дегеніміз не? Қатар дегеніміз әскери қызметшілерінің бір сызықпен бірі екіншісінің артынан тұруы. Жақсы. Арманұлы, машиналар сызығы дейміз. Машиналар сызығы дейміз. Машиналар бір арық бойына бір екіншісінің қасында берілген аралықта шарда орналасқан сап. Жақсы, отыр. Келесі бізде Ади қызы. Мен. Сап дегеніміз не? Әскери қызметшілер мен бөлімдердің жаяу тәртіпті және машиналарда бірлесіп іс-қимыл жасау үшін жорығымен бейнеленген орналасу. Іс-қимыл істеу үшін бейнеленген орын. Ердос қызы. Мен. Саптың тылы дегеніміз не? Маңдашепке қарама-қарсы жақ. Жақсы, отыр. Жұмабай. Мен. Арақашықтық дегеніміз не? Саптың тереңдігі мен әскердің арақашықтығы мен машиналар және бөлімшелердің арақашықтығы. Жақсы, отыр. Жұмабайдан Кемерхан. Мен. Саптың ені дегеніміз не? Қапталар арасындағы қашықтық. Жақсы, отыр. Мұхтар қызы. Сап тереңдігі дегеніміз. Саптың алдыңғы қатардан артқы қатарына дейінгі арақашықтық. Жақсы, отыр. Рүстем қызы. Мен. Жорықтық сап дегеніміз не? Бөлімшелер лекке тұрғызылған немесе бөлімшелер легі жағыда бекітілген не командир белгілеген арақашықтықта бірінен кейін бірі тұрғызатын сап. Жақсы, отыр. Келесі сансызбай. Үй жұмысына Әскерге шақыру немесе әскерді ұйымдастырылған қызмет пен дайындық. Жақсы, оқымыз. Саршаева. Мен. Үй жұмысы. Көрсетілген сап болып дегеніміз бөлімшені бір немесе екі қатарлы сапта командир белгілеген аралықпен бір сызық бойымен тұрғызу. Жақсы, отырмыз. Таспау. Мен. Үй жұмысы. Ұйықтаушы лекте соңғы келе жатқан әскери қызметші. Жақсы. Үсен. Сабақта жоқ. Жақсы. Бір қатарға екі қатарға сақталу үшін бірінші кезекте оң жақ қапталдан бастап сол жақ қапталға дейін бірден екіге саналу ретінде жүргізіледі. Взвод, түзел, тік тұр. Бірден екіге санал. Бірінші. Бірінші, екінші.
Birinchi sandағылар орнында, екінші сандағылар сол аяқпен бір адым артқа жасаймыз. 10 аяқты жерге қоймастан бірінші санда тұрған оқушының алдына оң жаққа қарай бір адым істейміз. Түсінікті ме? Взвод, екі қатарға сақтап. Бірде екіге санал. Бірінші. Екі қатарға сақтап. Bir қатарға сақтап. Тік тұр. Саптық адым және жорықтық адым. Саптық адым. Саптық адым бас пәрмені бойынша басталады. Саптық адым. Адымның ұзындығы 60-70 см, минутына 95-110 шаг жасайсыңдар. Саптық адым бастыққа келгенде, бастықтан қайтқанда, саптан шыққанда, сапқа тұрғанда, әскери сәлемдесу орындалады. Түсінікті ме? Жақсы. Саптық адым, жорықтық адым. Саптық адым бас пәрмені бойынша орындалады. Адымның ұзындығы 60-70 см, минутына 95-110 шаг жасалынады. Саптық адым бастыққа келгенде, бастықтан қайтқанда, сапқа тұрғанда, саптық жұмыс сабағында қолданылады. Және әскери сәлемдесу орындалғанда парақтық саптық тәсілі орындалғанда саптық тәсілі орындалады. Саптық адым бас пәрмені бойынша орындалады. Бірінші саптық адым бас командасы бойынша бірінші басынан бастап аяғына саптық адыммен жүресіздер. Адым бас пәрмені бойынша бірінші 3 адым міндетті түрде саптық адым жасайсыздар, қалған адым қалыпты адыммен жүресіздер. Бірінші саптық адым көрсетеді. Команданың өзіне береді. Адым бас. Тоқтар. Түсінікті ма, балалар? Қазір бірінші фамилия. Оспанов. Мен. Алға бесады. Бас. Болады. Кері бұрыл. Сапқа тұр. Ана тұр. Саптан шық. Бесады. Бектасов. Саптан бесады. Саптан шық. Құт болады. Сапқа тұр. Фамилия. Саптан шық. Кері болсын. Сапқа тұр. Фамилия. Саптан шық. Сапқа тұр. Мен. Саптан шық. Болады. Сапқа тұр. Оңға ұру. Ара қашықтыққа. Солға ұру. Сол аяқты күшеспен, ол аяқты күшпен ұрамыз. Солға ұру. Оңға ұру. Оңға ұру. Оңға ұру. Солға ұру. Так, енді бір қатардан екі қатар. Бірден екіге сана. Екі қатарлы сақта. Оңға ұру. Ара қашықтық ал.
85 балл. Отыр. Алпысбай Сымбат. Үй жұмысын айтты, саптық дайындығы жақсы, 80 балл. Арманұлы Осман. Мен. Үй жұмысын айтты, саптық дайындығы жақсы, 75 балл. Асылгазинова. Жоқ салмақты. Байтерек. Мен. Үй жұмысын айтты, сабақ жақсы, 80 балл отыр. Бектасова. Үй жұмысын орындады, саптық дайындығы жақсы, 90 балл отыр. Ердос қызы. Мен. Үй жұмысын айтты, қызы. Мен. Үй жұмысын айтты, саптық дайындығы жақсы, 90 балл.